Арафа күні оразасын кім ұстамайды? Арафа күні мұсылман үмбеті үшін аса қадірлі әрі берекелі күндердің бірі. Бұл күннің артықшылығы жайында көптеген хадистер келген. Әсіресе қажылықта емес мұсылмандар үшін Арафа күні ораза ұстау үлкен сауапқа жеткізетін нәпіл ғибадаттардың қатарында. Пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың оған сәлемі болсын бұл күнгі ораза туралы: Арафа күнгі ораза өткен бір жылдың және келесі бір жылдың күнәларына кәффарат болады деп үміт етемін деген. Сондықтан мұсылмандар бұл күнді ерекше ықыласпен қарсы алып, ораза ұстап, дұға тілек жасап, тәубе етеді. Алайда ислам шариғатында кез келген ғибадат адамның жағдайына, денсаулығына және мүмкіндігіне қарай жеңілдетіліп берілген. Сол себепті Арафа күні оразасын барлық адам бірдей ұстай бермейді. Кейбір адамдарға ораза ұстамау абзалырақ болса, кейбіріне рұқсат етіледі, ал кей жағдайда тіпті ұстамаған дұрыс саналады. Қажылықтағы адамдар. Арафа күні оразасын ұстамайтындардың ең басты тобы қажылықта жүрген адамдар. Әсіресе Маунт Арафат жерінде тұрған қажыларға бұл күні ораза ұстау құпталмайды. Себебі Арафа күні қажылықтың ең маңызды рәсімі орындалады. Қажылар таңдан кешке дейін дұға жасап, құлшылық етіп, Алладан кешірім тілейді. Бұл үлкен рухани күш пен сабырды қажет ететін амал. Егер қажы ораза ұстаса, әлсіреп дұға мен құлшылықты толық атқара алмай қалуы мүмкін. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын қажылық кезінде Арафа күні ораза ұстамаған. Сахабалар оның ауыз бекітпегенін көрген. Ғалымдар осыған сүйеніп қажыларға Арафа күні ораза ұстамау сүннетке жақын амал екенін айтқан. Бұл жерде исламның үлкен даналығы көрінеді. Шариғат адамның жағдайын ескеріп ауыртпалық түсірмейді. Егер белгілі бір ғибадат басқа маңызды құлшылыққа кедергі келтірсе, онда жеңілдік беріледі. Денсаулығы көтермейтін адамдар. Ислам жеңілдік діні. Алла тағала адамға шамасы жетпейтін нәрсені міндеттемейді. Сондықтан денсаулығы нашар, әлсіз немесе ауру адамға Арафа күні ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Мысалы, созылмалы ауруы бар адам, қант диабетімен ауыратындар, қан қысымы тұрақсыз адамдар, дәрі қабылдап жүруге мәжбүр жандар, әлсіреген кісілер. Егер ораза адамның денсаулығына зиян тигізсе немесе ауруын күшейтсе, онда ұстамағаны дұрыс. Өйткені исламда адамның өмірі мен денсаулығын сақтау маңызды орын алады. Кейбір адамдар сауаптан қорқалмайын деп өзіне ауыртпалық түсіреді. Бірақ шариғаттағы негізгі қағидалардың бірі зиян келтірмеу. Сондықтан адам өз жағдайын дұрыс бағалауы қажет. Жолаушылар. Сапарда жүрген адамдарға да ораза ұстамауға рұқсат берілген. Жол жүру кейде адамды шаршатып әлсіретеді. Ұзақ сапар, ыстық ауа райы немесе физикалық қиындықтар кезінде ораза ұстау ауыр болуы мүмкін. Сондықтан жолаушы адам қаласа ораза ұстайды, қаласа ұстамайды. Бұл Алланың берген жеңілдігі. Дегенмен егер сапар жеңіл болып, адам өзін жақсы сезінсе, ұстаса да болады. Ал егер қиындық байқалса, ауыз ашуына рұқсат. Жүкті және бала емізетін әйелдер, жүкті әйел немесе емізулі ана өз денсаулығы мен баласының жағдайын ескеруге. Егер ораза анаға немесе балаға зиян келтіруі мүмкін болса, онда ұстамауына рұқсат етіледі. Ислам ана мен бала денсаулығына ерекше мән береді. Сондықтан шариғат мұндай жағдайда жеңілдік жасаған. Кейін жағдайы келгенде қазасын өтейді, немесе кейбір мәзһаб пікірлері бойынша фидия мәселесі қарастырылады. Қарт адамдар. Кейбір егде жастағы кісілердің денесі әлсіреп, ораза ұстауға шамасы келмейді. Мұндай адамдарға да жеңілдік бар. Егер ораза денсаулығына ауыр әсер етсе немесе мүлде шамасы жетпесе, ұстамауына болады. Исламда адамның мүмкіндігі ескеріледі. Қарт кісілерге қиындық жүктеу діннің мақсат емес. Етеккірі немесе нифасы бар әйелдер. Әйел адам хайыз, етеккір немесе нифас кезінде ораза ұстамайды. Бұл шариғат үкімі. Мұндай кезде ораза ұстауға болмайды, кейін қазасы өтеледі. Бұл да исламдағы жеңілдіктің бір көрінісі. Әйел адамның табиғи жағдайы ескеріліп, оған қиындық түсірілмейді. Ораза ұстамаған адам не істеу керек? Арафа күні ораза ұстай алмаған адам бұл күннің сауабынан толық құр қалмайды. Ол дұға жасай алады, Құран оқиды, зікір айтады,
садақа берет, тәубе етет, жақсылық жасап сауап жинайды. Өйткені Арафа күні тек ораза күні ғана емес, кешірім, мейірім және дұға күні. Арафа күнін қалай өткізу керек? Ораза ұстай алатын мұсылман бұл күнді бос өткізбей. Таңнан ниет етуі, көбірек дұға жасауы, күнәдан сақтануы, ата-анаға жақсылық жасауы, мұқтаждарға көмектесуі, Алланы еске алуы қажет. Әсіресе, Ла илаха илаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку уа лахул хамду уа хуа аля кули шайин қадир деген зікірді көп айту сүннет амалдардың бірі. Қорытынды. Арафа күні ораза ұстау үлкен сауаппен кешірімге себеп болатын ұлық амал. Бірақ ислам әр адамның жағдайын ескеретін рақым діні болғандықтан кейбір адамдарға бұл оразаны ұстамауға рұқсат берілген. Атап айтқанда, қажылықтағы адамдар, науқастар, сапардағы жандар, жүкті және емізулі әйелдер, шамасы келмейтін қарттар, хайыз немесе нифас жағдайындағы әйелдер. Ең маңыздысы адам Аллаға ықыласпен құлшылық етуі және өзіне қиындық түсірмеуі. Арафа күні ораза ұстай алмаған адамның өзі дұға, зікір, садақа және тәубе арқылы үлкен сауапқа жете алады. Алла тағала баршамыздың дұғамызды қабыл етіп күнәларымызды кешірсін.